Келер жылдың маусымда мектеп түлектерінің келесілегі білім ошақтарын тәмамдап аттестатталмақ. Ал қазір талапкерлердің алдында мамандық таңдау мәселесі тұр. Араларында болашақта кім болатынын нақты білетіндер де, кәсіп таңдап үлгермегендер де бар. Осыған орай мемлекеттік мекемелер, жоғары оқу орындары кәсіптік үгіт жұмыстарын бастап кетті. Осындай отырыстардың бірі бүгін қалалық нөмір 9 орта мектепте өтті. Қалалық нөмір 9 орта мектептің акт залында 9, 10 және 11 сынып оқушылары жиналған. Қазір бұл бойжеткендер мен бозбалалардың алдында үлкен мәселе тұр. Ол мамандық таңдау. Сондықтан бұл талапкерлермен қалалық төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері тілдесуде. Олар кәсіптік үгіт жұмыстарын жүргізіп жатыр. Поступление в Көкшетауский технический институт. Біз талапкерлерді Көкшетау техникалық институтына оқуға түсуге үгіттеп жатырмыз. Бұл оқу орны азаматтық қорғаныс саласындағы мамандарды, яғни өрт сөндірушілерді, құтқарушыларды даярлайды. Мамандықтар саны 3. Отырыста оқушыларды институтқа түсу тәртібі және қойылатын талаптармен таныстырудамыз. Көкшетау техникалық институтының курсант атану үшін әр бозбала 4 кезеңнен тұратын іріктеуден өтуі тиіс. Мұнда талапкердің ұлттық бірыңғай тестілеу немесе талапкердің кешенді тестілеуінің нәтижелері, денінің саулығы, физикалық дайындығы ескеріледі. Оқу мерзімі 4 жыл, білім беру толығымен мемлекет қаражат есебінен жүргізіледі. Шәкіртақы да қарастырылған. Тағы бір маңызды жайт, курсант аталған оқу орнына солтүстік Қазақстаннан түссе, дипломы қолға тиген соң, оны дәл осы аймаққа қызметке жібереді. Жалпы сапалы маман боламын деушілерге барлық жағдай жасалған. Талапкерлер болса спикерлердің мұқият тыңдады. Азаматтық қорғаныс саласына бет бұрам деушілер де жоқ емес. Я нахожусь сейчас. Мен биыл мектеп тәмамдаймын. Әлі де таңдауымды нақты бір кәсіпке тоқтатқан жоқпын. Сондықтан бүгінгі қонақтарды мұқият тыңдадым. Өрт сөндіруші, құтқарушы мамандықтары мені қызықтырады. Жасалатын жағдайларда көңілге қонымды. Құжаттарымды тапсырып көремін. Отырыс диалог форматында өтті. Талапкерлер өздерін толғандырған сұрақтарын қойды, ал төтенше жағдайлар басқармасының мамандары оларға тұшымды жауап берді. Саят Эрмек, Рустам Тлеужанов, муниципалдық телеарна.